сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір біз сіздермен қазақ тіл сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын алдыңғы білімімізді еске түсірейік. Балалар, сын есім дегеніміз не? Сын есімнің сұрақтарын атаңдаршы. Тәтті, сұлу, үлкен, таза сөздеріне сұрақ қойыңдар. Керемет балалар, өте тамаша. Ендеше менің бағытым ойын ойнаймыз ба балалар? Олай болса, ойын ережесімен таныс болыңдар. Берілген бірінші бағандағы сын есімдерді екінші бағандағы зат есімдерге бағыттаймыз. Мысалы, тәтті қант. Қандай қант? Тәтті қант. Міне балалар, өздерің көріп отырғандай, сын есімді зат есіммен бағыттадым. Осылай тапсырманы жалғастырамыз, балалар. Бұл ойында дұрыс нәтиже көрсетеді деп ойлаймын. Ал енді мына тапсырмаға назар аударайықшы. Мәтіндегі сын есімдерді тауып, қай сөзбен байланысып тұрғанын айтамыз. Алдымен мәтінді оқып алайық. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Осы мәтіндегі сын есімдерді табамыз балалар. Қандай деген сұрақты қойсақ, сын есімдер оңай табылады. Және байланысып тұрған сөздерді де табамыз. Келесі тапсырмада сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып жаз дейді. Бізге тақтай, дала, көл сөздері берілген. Алдымен үлгіге қарайықшы. Қандай тақтай? Қалың тақтай. Қандай тақтай? Жалпақ тақтай. Тағы қандай тақтай? Иә, тегіс тақтай. Енді дала сөзіне сын есімдер ойлап табайық. Даланың қандай түрлері болады екен? Ойланайық балалар. Және қандай көлдер болады? Кәне, осы сөздерге сын есімдер тауып жазайықшы. Дұрыс, тамаша балалар. Келесі тапсырмамыз көп нүктенің орнына мағынасына сәйкес сын есімдерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Тамаша. Олай болса, сендердің сын есімді қалай меңгергендеріңді білейік балалар. Мына тест тапсырмаларын мұқият орындаймыз. Бірінші, сын есім нені білдіреді? А. Заттың қимылын. Ә. Заттың атын. Б. Заттың сынын. В. Заттың санын. Екінші, сын есім қандай сұрақтарға жауап береді? А. Неше? Нешінші? Ә. Қандай? Қай? Б. Не істеді? Не қылды? В. Кімдер? Нелер? Үшінші, сын есімі бар мақалды табыңдар. А. Әрбір халық өзінің ана тілінде ғана бақытты.
істеу қиын, сынау оңай. Б. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. В. Оқымаған бір бала, оқыса екі бала. Төртінші. Мына сөздердің қайсысы сын есім? А. Алма, ата, кітап. Үлкен, көк, тәтті. Б. Ұшады, өседі, кеседі. В. 15, 2, 20. Тамаша, балалар! Бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабақты жақсы меңгердік деген сенімдемін. Сау болыңдар.